Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге меренговый рулет жасайтын боламыз. Үй жағдайында өте қарапайым жолмен жасалатын рецептпен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге қайталап жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ шығатын рецепт. Ең алдымен жұмыртқамыздың ақ сары уызынан бөліп өлшеп алатын боламыз. Бұл жерде бізге 180 грамм ақ уыз керек болады. Қалған сары уыздарды басқа ыдысқа бөліп аламыз. Бұл рулетті жасарда ыдыстарыңызға мұқият болғандарыңыз жөн, өйткені ыдыстарыңыз өте құрғақ болу керек. Ішінде судың бір тамшысы да болмайтындай құрғақтық болу қажет. 180 грамм ақ уызымызды өлшеп болғаннан соң 220 грамм қантымызды өлшеп аламыз. Қант ұнтағымен қантты алмастыруға болады. Осылайша массаларымызды өлшеп алғаннан кейін құрғақ ыдыстың ішіне ақ уызымызды салып, миксердің баяу жылдамдығынан бастап қантымызды бір қасықтан салып отырып, миксердің жылдамдығын бірте-бірте көбейте беретін боламыз. Видеода көргендеріңіздей көпіршіктер пайда болады, бірақ бұл көпіршік әлі бізге жеткіліксіз. Сондықтан миксердің барынша жылдамдығына дейін араластыра береміз. Қантымызды да шетінен таусылғанша осылай салып, қантымыз бен белогымыз, яғни ақ уызымыз бір келкі масса болғанша, қантымыз еріп кеткенше араластыра береміз. Меренгамыз дайын болып қалды. Енді осы меренгамыздың үстіне кішкене бір шымшым лимон қышқылын қосамыз. Миксермен лимон қышқылымыз еріп кеткенше тағы да араластыратын боламыз. Лимон қышқылының орнына кәдімгі лимонды сығып, 1-2 тамшы суын сығып қоссаңыздар да болады. Меренгамыздың дайындығын білу үшін осылай ыдысымызды төңкеріп көрген кезде ыдыстан мүлдем құламау керек. Меренгамыз дайын деген сөз. Лимон қышқылынан кейін осындай жүгері крахмалынан 10 грамм, яғни бір ас қасық қосып, тағы да миксермен жақсылап араластырып аламыз. Духовкамызды алдын ала 170 градусқа қыздырып қоямыз. Енді дайын болған меренгамызды кондитерлік қапшыққа орналастырып, пергамент қағазы төселген духовкамыздың листына орналастырып шығамыз. Кондитерлік қапшықтың аузын кішкене кесіп жіберіп құйсаңыздар да болады. Мен бұл жерде насадканы қолдандым. Видеода көрсетілгендей орналастырып шығамыз. Енді алдын ала қызып тұрған 170 градус пешімізде 15-20 минут бойы осылай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Аз уақыттың ішінде дайын болады. Меренгамыздың дайын болғанын білу үшін осылай бетін басқан кезде қытырлап сынып тұрған болса, дайын деген сөз. Енді осыны екінші бетіне төңкеріп, астындағы пергамент қағазын ыстық кезінде алып алсақ, оңай алынатын болады. Осылай алып суытуға жібереміз. Бұл суимдегенше кремімізді дайындап аламыз. Кремімізге бұл жерде сливки, яғни клегей, творожный сыр және қант ұнтағынан тұратын өте қарапайым жолмен жасалатын крем барлықтарыңызға белгілі деп ойлаймын. Үшеуін араластырып, жақсылап қою формаға келгенше миксерлеп аламыз. Осылай дайын болған кремімізді кондитерлік қапшыққа салып, суыған меренгамыздың үстіне орналастырып шығамыз. Осылайша дайын болған кремімізді меренгамыздың барлық жеріне осылай жағып шығамыз.
Кремді жағып жатқан кезде рулетіміздің астыңғы бөлігі болатын жерін сәл жұқалау етіп жағамыз, рулетіміз түзу болып тұру үшін. Кремімізді сығып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей етіп рулетімізді орап шығамыз. Осылай рулетімізді ыдысымызға орналастырып, кремнің қалған бөлігімен бетін безендіретін боламыз. Бетін безендіру кезінде өз фантазияңызға ерік беріңіз. Түрлі жемістермен, шоколадтармен безендірсеңіз де болады. Мен осылай қалған кремді бетіне сығып, кремнің үстіне құлпынайларды кесіп орналастырып шықтым. Дайын болған рулетімізді тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Содан соң кесіп ұсына берсеңіздер болады. Мінекей, осылайша аз уақыттың ішінде меренговый рулетіміз дайын болды. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналымда шығатын жаңа видеода кездескенше.